Соңғы күндері әлеуметтік желіде үлкен дау тудырған оқиғаның ортасында блогер Ырысбала Икрамбай мен жалғызбасты ана Гүлім Болатжан. Жеке блогерлерге көмек іздеп жүгінген едік. Олар да лақтырып кетті. Ырысбала деген блогер халықтан 13.784.000 теңге жинап, үй беруге келген кезде маған сіз билікке қарсы екенсіз, мен сізге үй бермеймін деп жоқ болды. Қайырлы кеш, қалқым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры деп баяғы жарта сол баяғы 11 жылдан бері мұқтаждығы бітпей жатқан Гүлім Болатжан. Ол үшін қарекет қоры жаман, ол үшін асар үмме берген үй тұруға жарамайды, оны Ырысбала алдап кеткен, оған үкімет көмектеспейді, оған халық ақша салмайды. Оған ханшайым сияқты жағдай жасап беру керекпіз бүкіл қазақ. Ол тек қана алақан жайып отыру керек. Бұл дау көпшіліктің назарын өзіне аударып қана қоймай, қоғамда қайырымдылық, адалдық және шын мұқтаждық деген түсініктерді қайта талқылауға себеп болды. Дау неден басталды? Гүлім Болатжан халықтың қолдауымен 13,5 миллион теңге жиналғанын, бірақ сол ақша өзіне жетпей қалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, қайырымдылық қорын басқаратын Ырысбала Икрамбай қаражат беруден батып, сіз билікке қарсы екенсіз ғой деп уәж айтқан. Ырысбала бұл сөздерді жоққа шығарып, кінәні керісінше Гүлімнің өзіне аударды. Оның айтуынша, жалғызбасты ана жылдар бойы халыққа алақан жайып, қайыршылықты кәсіпке айналдырған. Ырысбала ашық түрде былай деді: мына әйел 11 жылдан бері. Қайырлы кеш, қалқым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Даудың басы Дайрабайдың қайық. Мен негізі ол әйелдің фотосын, видеосын, ашық түрде ешқашан парақшама, постқа, сторисқа салмағанмын. Ол әйелге ызбор ашпағанмын. Алғашқы 4 жанды баспаналы қылғаннан кейін 3-4 отбасына. Сіздер сол отбасыдан кейін маған қаражат жинадыңыздар. Сол кезде ол әйел Осыдан кейін дау одан әрі өршіп, Гүлім Болатжанның қарғыс сөздері де жария болды. Ал Ырысбала болса, бірінші кәсібі халықтан ақша сұрау, екіншісі телеарналарды жағалап шу шығару. 4 баланы туғызған әкесінен талап етсін. Бұл әйел ойлағандай момын емес, бәрін біледі деп пікірін білдірді. Қысқасы, 13,5 миллион теңге дауы қоғамды екіге жарды. Жалғызбасты ананы қолдаса, енді бірі блогердің ашық айтқан сөзін құптады. Ал ақиқатты кім айтады? Оны уақыт көрсетпек.